Universal Pictures. Кинокомпания Universal Pictures совместно с Удер представляет фильм, основан чересчур реальным событиям. Этот фильм посвящается тем, которые вообще не знают о казахах. Это бана дав жаба бурны бітен тұр, нафтизин барма. Алыс жерлерден келдік. Сонша созғаны нес. Ақша төлеп келдік қой. Бастасаңдар шенді. Қашанғы күтеміз. Мына отырысымыз жарамаз. Қашан бастайсыңдар? Бастасаңдар ше, деген сөздер шығып кетпес үшін біз концертімізді бастаймыз. Ассалаумағалейкум ағайын. О халқым, бір туғандарым. Бір тудың астына жиналып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмылған жұдырықтай болып, қарсы келген жоңғаралға төтеп беретін кез келді. Шығысымызда айдақардай ел жатыр. Батысымызда аюдай ұлысың бар. Ал іргемізде ата жауымыз жоңғарлар екі түмен қол жинап, осылай қарай суыт жүріп келеді. Ата жауым жоңғар, ей білем. Демек, аға сұлтан, бұлардың әскерлері 30 мыңнан кем болмайды. Бұған не дейсіңдер, батырлар, а? Менің ойымша, садақшыларды алдын қатарға ой керек. Дұрыс. Әрбір балиғатқа толған ұлды атқа қондырып, қорғанысқа қояйық. Ал өзіміз атқа қонып, жауға аттанайық. Дұрыс айтасыз. Аға сұлтан, ең бастысы, олардың өз күштерін өздеріне қолданғанымыз абзалырақ болар. Янғал батыр, сен не дейсің? Мен не деймін, мен ас берейік. Ей, жоңғар дейді, жоңғар. Жоңғарлар, ағаларға қосылам не деймін. Ей, үйренген жау атыспаққа жақсы дейді. Көптігі ол бізге қорқынышты емес. Өзімізді күнде көріп жүрген жоңғарлар ғой. Көп болса қайта бізге жақсы. Неге? Тез жеңіліп қалады, улап, шулап, аяққа сөрініп, білесіз ғой, топырлап жүрмесін. Бірақ жаман бейді ашып жібереді олар бар ғой. Қатты шулайды ғой. Аға сұлтан, олардың алдарына орғазсақ қайтеді. Дұрыс айтады, орғазайық. Ортаға орғазайық, олар ар жақта, біз бер жақта. Сонда ешқандай соғыс болмайды. Бірақ ертең өзіміз түсіп қалмаймыз ба? Ол шайқас шегетін тағы бір жол бар. Қандай? Ауызбіршілік керек біздерге. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Ауылдың иті ала болғанмен, бір келгенде бірігет деген. Дұрыс айтасыз. Бірлік болмай, тірлік болмас. Тарам-тарам бармақтан жұмылған жұдырық артық деген бар. Сол сияқты жұмылсақ жүңіміз жеңіл болар, аға сұлтан. Аға сұлтан, топталып ұшқан торғайды тұрымтайды ала алмас. Дұрыс айтады. Алтау ала болса аузындағы төбең алтауын ала болса аузына келген аяқ. Төртеуін түгелді болса төбеде. Сіз жақсы айтатын еді, осы қандай мақыл айтты, сіз айтады. Үш айда аға сұлтан жақсы айтады. Алтау ала болса ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса төбедегі келеді деген. Келеді деген. Жетеу болса желке болады, сегізім серке болса серке болады деген. Тоғызым топырақ торқа болады деген. Оның 10 болса 10. Енді осылай 120-ға дейін кете беретін не ғой? Енді көп қазақта сөз қалмаған ғой, әдем сөздер осылай кете береді. Насихат болсын деп жатқан. Бірлік бар жерде ерлік бар.
еркіндік бар жерде елдік бар деген. Не болса да, бұл шайқаста қазақтың тағдыры шешілгелі тұр. Жеңілсек сорамыз, жеңсек бағымыз батырлар. Сондықтан бізде жеңгеннен басқа жол жоқ. Аттанайық батырлар! Аттанайық! Аттанайық! Аңғал батыр, сен осы жерде қал, осы жер аманат саған. Жоқ, аға сұлтан, мен де барайыншы бұл шайқасқа, қатысайыншы мен де. Сен әлі кішкентайсың. Ол жақта сен ойлағандай емес. Сұрапыл соғысқан майдан. Сондықтан да ол жерге тек қана мен деген қас батырлар ғана барады. Болды, ары қарай айтпай қойсаңыз да түсінікті. Тек қана кәсіби батырлар барады дейсіз ғой. Осы оқымағандығым қайта-қайта алдымнан шыға берді ау. Кезінде ауылда жүргенде сырттай болсын бір молдадан оқып алуым керек еді. Аңғал болды. Рахмет. Қоймадың ғой батырым. Рахмет ағасы. Бүгінше қал, ертең барасың. Қалай? Ертең менің басқа жұмыстарым бар. Жарайды, уақыт алмайық. Аттанайық батырлар. Аттанайық! Аттан батырлар. Рахмет ағасы. Ай, батыр болсаңшы. Қазір, аяқ киім бауын байлап алайын. Ақкөңіл ағызайын әннің айын, жас өрен шалқып жатқан айдындайын. Астынан алты қырдың шыққан даусын, жетсе екен құлағыма қалқатайды. Ағыл гүлдер айын, күн мен айын, Ұшарға қанатым жоқ, еғлайын. Еткен керемет дауыс. Сыңғырлаған, ғырылдаған. Сұлу қыз, соңғы кездері біздің ауылға жиі келгіштеп кеттіңіз ғой. Мен осы ауылда тұрам ғой. Мен екен ғой, келгіштеп кеткен. Сізге не болды? Тыпыршып бір орында тұра алмай. Ылғи ат үстінде жүрем, әдет болып қалған ғой. Байқайсыз ба? Сұлу қыз, бұл ауылда бәрі өзгерген. Ауасы да, тау тасы да бәрі өзгерген. Тіпті мына мөп-мөлдір судың дәмі де өзгерген. Мен кір шайып отырмын ғой. Түсінбедім. Бәсе аузым көпір батыр. Кешіріңіз. Жоқ, оқыс жоқ. Өзім кінәлі. Таза жағынан барып шуым керек еді. Кешіріңіз, сіз не істеп жүрсіз? Өзен мына жақта ағып жатыр ғой. Кешіріңіз. Бұлай кем. Есе жүрмейді. Сен неге маған қарай бересің? Өзің ғой маған қарай беретін. Сен ғой маған қарап отырмын, мен саған тұрғанда жоқпын. Ақмақсыз ба? Тас лақтырғаныңыз не? Кешіріңіз, сезімге беріліп кеттім. Не істеп жүрсіз өзі? Әдейілеп ат басын осында бұрып келгем. Бір сұлуды көре кетейін деп. Ол сұлу, өзі сұлу, әрі көрікті екен. Түбі бір жақсы жар болатын секілді. Сыртынан тон пішкенше, ол қыздың өзінен барып сұрамайсыз ба?
бәлкім сіз оған лайық емес шығарсыз. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Қайда барады дейсіз? Қыз деген ол нағыз гүл. Гүл деген ол шөп. Шөп деген ол көп. Алдымен сөзіңді түзе. Көрерміз қандай күйге түсеріңді қыздың ағасымен жолыққан кезінде. Мына түрмен қалай күйеу болмақ? Тоқташы, сұлу қыз. Мен сізді ренжітем деп ойлаған жоқпын. Одан да мына бір өлең тыңдап көріңізші. Өз қолыммен жазғам. Өз қолыммен бір сұлуға арнап жаздым. Арнайы бір сұлуға арнадым. Дидарың сенің ашық аспан, көкте күнмен таласқан, жастық көркім, жастық көрпелерді кіргіз деп еді ғой үйге анам. Қалай мен ол? Анамның бірау сөзі қалай? Жастық көркім, мөлдір судай күн нұрына таласқан, екі бетің екі бетің екі қып картоп. Сонда осындай өлеңдеріңізді кез келген қызға шығара бересіз бе? Жоқ, тек кейбіреулеріне ғана. Жоқ, біреу ғана. Біреуге ғана. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деген бар. Бірдің атын білгенше мыңның жүзін біл деген бар. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын осылай кете береді. Таныса отырайық. Менің атым Аңғал Батыр. Қызық екен. Неге Аңғал Батыр? Азыр қой екенсіз. Не сұрадыңыз, ұмытып қалдым. Есіміңіз неге Аңғал Батыр? Ол бір қайғылы оқиға. Есімде жауын шашын болмай, ауылдағылар тасаттық беріп, жауын жауа бастапты. Сол түні ауылдың бәрін сел басты. Сол кезде мен дүниеге келген екем. Сонда менің атымды Селбай деп қойған екен. Содан бері мен Селбаймын. Селбай? Иә. Ал Аңғал Батыр ше? Оны халықтың өзі аңғалдығыма қарай қойған ғой. Аңғал Батыр деп. Ей, Аңғал Батыр, Аңғал, кел. Ей, Аңғал деп. Селбай, Аңғал. Ал сенің атың неге? Ұлжан? Менің атым Ұлжан емес. Сіз менің есімімді тіпті сұрағанда жоқсыз ғой? Мен Айдай сұлу, Айсұлумын. Сонда халықтың өзі сізді Ұлжан деп атап кеткен ғой. Ай, халықта қызыға. Мені ешкім Ұлжан деп атамайды. Мен Айсұлумын. Менің жолымды бөгемеңізші. Ренжімеңізші. Тоқтай тұрыңызшы. Сізге айтар бір әңгімем бар. Одан кейін екеуміз жолығамыз ба, жолықпаймыз ба белгісіз. Алдымызда қалың жоңғарлар тұр. Мен шайқасқа кетіп барам. Сондықтан саған өз қолымен анам тоқыған орамал алыңыз. Рахмет. Қандай әдемі. Ал мынау бүлдірген. Кім бүлдірген? Жоқ, таудың етегінен өзін теріп алған бүлдірген. Кеш. Ауыз тиіңіз. Рахмет. Қайдан білесің мен бүлдірген жақсы көретінді? Бір-екеуін ауыз тисеңіз болады. Ауыз тисеңіз... Ой, болмайтын нәрсеге болады. Жылай бермеш, а? Тауда көп қой. Шынымен таудық екен. Қышқыл. Айсұлу. Мен саған айтайын деген. Бір сөзім бар еді. Мен сені... Жау шапты елге! Жау шапты! Жау шапты дейді! Неге сен мен артын жемін?
аузыңда бар, аузыңда бар, тоқта, көріп алайық. О жақта ешкім жоқ, 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 ешкім жоқ, ешкім жоқ, о жақта жоқ, о жақта жоқ. Айсұлу! 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 Айсұлу, жау келгенде ұйықтап жатқаның не, Айсұлу? Біреу арқамнан ұрып жібергендей болды. Оңбағандар, олар осылай көрінбей келіп соған. Айсұлу, мен сені шын жүректен... Аға Сұлтан! Кешіріңіз аға! Мен Айсұлуда! Айсұлуда қаш! Рахмет қайдаға! Айсұлуда! Қамыс көлге қарай қаш! Тез! Рахмет! Ағатай, аға! Жылай бермесін, ұмытқалы ғой қай жаққа! Ұмытқалы! Кешіріңізші ұмытқалы! Қай жаққа! Тоқта! Қамыс көл бар! Қамыс ортасы көл сол жаққа қарай қаш! Тез бол, тез! Ағатай, аға! Ай, мені аштың ғой, адам мені аштың ғой болды! Кешір! Ай, қамыс мана жағында көл бар. Барса шайқасайық. Ата жауың жоңғар. Жеткен жерің осы ма? Айсұлу! Қарындасым! Жібер! Ей! Мен білмеймін! Апар, қалай ұстауға білмеймін! Апар, көлге тастағыма қойдым! Қалай ұстауға білмеймін! Мен кінәм жоқ! Жібер қарындасымды! Жібер! Тоқта, батырым. Тыңда. Қарындасың әлде жер. Қарындасым. Бір туғаным. Қалайша бұл? Қалай болды бұл? Жоқ, аға. Мені таңдамаңыз. Жерім үшін жаным құрбан, аға. Мені таңдамаңыз. Кешір. Кешір мені, қарындасым. Кешір. Айсұлу! Аға, қылғып қалдым, аға, Білесіз ғой, тамам. Ауым жетпей қалды. Бұл менің шайқасым. Менің қарындасым. Жұмысың болмасын. Айтпайсыз ба, кешеден бері қалғандар адам бекерден бекер жүрміз. Ей! Еркекті намыс өлтіреді. Қоянды қамыс өлтіреді деген. Ай, білмеймін, осы қоян туралы бір нәрсе айтатыныңызда. Шық жекпе-жекке, жібер қарындасымды. Жекпе-жек. 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 Аға Сұлтан, рұқсат беріңізші. Жекпе-жекке мен шығайын. Үмітіңізді сақтаймын, Аға Ай, Сұлтан. тұр жолымнан. Аға Сұлтан, өтінемін. Жеке шаруаларым бар. Рұқсат беріңізші. Жарайды. Көрейік сені. Жекпе-жек! Жекпе-жек! Жекпе-жек. Шық! Шық деймін саған! Екінші шық! Тұра тұр, батыр. Шық! Шықшы мұна мен. Мен қолым бос емес. Айтпайсың ба ертерек. Шық! Тоқтай тұр. Ахиллес! Қандай елес шақырсаң да шақыр! Ақ елес па, қара елес па, қарамай!
Екі ма, бір ма? Ер жігіт екі сөйлемейді деген екен. Дұрыс айтасыз. Ер жігіт аға келе алмады, сондықтан мен шығам. Шық! Жекпе жек. Кептар! Кептар! Не болды? Ей, адам 4 соттық жер ала алмай жүрсесең, гектар сұрап жатыр ма? Ей, ол сенен жер сұрап тұрған жоқ, батырдың есімі ол. Бәрібір жекпе жек. Сүмәләк, сен кіммен сөйлесіп тұрам білесің ме? Тошканлансам ма? Тыш! Сүмәләк, сен кіммен сөйлесіп тұрам білесің ме? Иә, Кіммен? Сүмәләк бәр. Сенің атыңды біледі екен. Кешті. Шық сен жекпе жекке. Кім? Сен! Сен, шық дейді, сен. Жоқ! Сен! Сен шық. Жоқ, мен саған айттым, шық! Маған? Мен шықпасын өзің. Сен! Мен жекпе. Ойландың ба? Ей, шыққа, басындар шыққа, бас майнап кетті. Кәне. Бірге бір! Екі, кім білмейді, кімді мазақ қып тұрсың? Екі. Қолымды қол, бұтынды бұт қыламын. Қашқан анды ұстаймын, ұшқан құсты ұстаймын, жарқыраған күнге күйдіремін, қақаған аязға қатырам. Мына ақын ба бір нәрсе ол батыр емес пе? Мына сөзі көп іске жоқ мынау, басқа батыр жоқ. Шық бері. Қоймадың ғой, ал. Шық жекпе жекке. Жек басау. Қап тұрмасақ жоқ. Жекпе жекке. Жек. Алдымда бітсім қалмады ғой. Мен емес екен ғой. Көрсетейін саған қазақтардың батырымен жекпе жектің соңы немен бітетінін. Не болды? Ей, ағылес, өз жеріңді қорғағанда, сол жерде өлгенде шейіт болады ең. Танымайтын жерге кеп соғыстың. Не болдың ән? Бәрі бітті. Түксіз қалдың. Сен нағыз батырсың. Өзі айт, мен айтқан жоқ. Ештеңе деген жоқ, өзім айтып отыр. Көрдіңіз ба? Қағызылдан, мен айтып отыр. Ау, Естімесіз бе? нені? Еске жоқсыз ба? Естімедім. Еске жоқсыздар ма не? Ешкім Ағалес. Айт. Бағана. Айттым ғой бағана. Сен нағыз. Айттым, соны айт. Сулама. Жібер саны қазір, еспей қалады, жібер.
Берке, шуламаш. Айтат кез, қара. Сен Тыңда. Бақ тұршы. нағыз, Қай қыз? нағыз батырсың. Естідім батырым. Сен нағыз батырсың, Тіленші. Кел бері. Жарайсың. Рахмет ағасында. Маған сені тапсырғаныңызға рахмет. Қалай болды? Енді оңай болған жоқ. Басында өте қиын болды. Мен бірінші шайқасым ғой. Қарсыласым өте кәсіби көрініп тұр. Әбден шынықталған батыр екен. Оң жақ соққыдан соққан кезде ол қаша жөнелді. Мен бірақ енді тәлім тәрбие бар. Анау бірден осы нені. Не болды? Білмеймін, бір шаншуға далып қалдым. Терлеп бір сауытым бекер шештім бар ғой. Шаншуға далып. Ақи, алып кел. Шаншума десем, қанжарға даған екен ғой. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime. Ол кезде ондай музыка болмаған ауыстырса. Балдарымды шақырыңдар. Балаларыңды. Сенің балаларың бар ма не? Сандырақтап жатыр. Тиінің алтын болады, кекірей деген келінің болады, елрей деген балаң болады. Сандырақтама шаңғал. Аға, ар жаққа бар тарта сұмы ашып өтті. Айсылы, есіңде ме? Су бойында, көлдің жағасында саған бір нәрсе айтам деген ем. Аузым кеуіп барады. Су ішесің бе аңғал? Жоқ, сенің суыңнан аузым көпіреді. Мен сол кезде айтайын деген ем. Мен сені қатты жақсы көрем. Қош. Кетпе шаңғал. Өлме шаңғал, мен де сені жақсы көрем ғой аңғал. Егер осы әңгімені сол жерде айтқанымызда бәрі басқадай болады деді. Кім ойлаған? Бұндай болып бітетінін ешкім білген жоқ қой. Аңғал? Бұл жоңғардың пышағы. Жауырған кезде дұрыс тұрмайған қолтықтың астына қадап қойған. Мен де білесің ғой, спорт рефлекс бар, қысып қаламын. Қазақтың жерін байлығын тартып алғысы келетін сүмелек. Аңғал, сенің ту сыртыңнан пышақ қадаған сүмелек осы. Осы ма? Болды, жетер. Тағы бір рет. Олай болса, бұндай батырларға жазаның ауырын қолдану керек. Дұрыс айтасыз. Айсылу, сен үйге бар. Жақсыға. Айсылу, тұра тұр. Үйге ертелік бар. Болашағымен тамақтарын ішіп жата беріңдер. Мен бүгін кеш келем. Сау бол. Қазаққа анау мынау дейтіндей, сен кімсің, а? Это я Жириновский. Понял меня? Понял? Это я Жириновский. Это я сказал. Никогда не было казахов. Ни народа, ни культуры, ни музыки. Одна палка, две струны. Гора, домбра. Понял? А вон, сумасшедший, подонок, подлец. Смотри на меня, сказал. Смотри на меня, подлец, подонок. Не было никогда казахов, ни культуры. Тыңда бер. Осыдан 550 жыл бұрын Керей мен Жәнібек қазақтардың басын қосты. Солар саған хан емес, қазақ емес па? Әбілқайыр, Абылайлар саған қазақ емес па? Сенің сай-сүйегін сырқыратқан Кеңесары саған қазақ емес па? Сен ол кезде жоқ едің. Ұлтта емес едің, елде емес едің. Қазақ бар еді.
Бұқар жырау басаған өнер емес па? Oldu. Тоқтат, қазақ емес па? Ақ бір рет айтайыншы, қазақ емес па? Қасым ханның қасқа жолымен, Есім ханның ескі жолымен, Тәуке ханның жеті жарғысы бойынша жазалаңдар. Пожалуйста, только не жеті жарғы. Придумайте другое наказание. Я знаю жеті жарғы. Это очень жесткий закон. Я знаю казахова. Мен қазақша сөйлей алам. Кешіріңдерші мен, мен осы жерде туылған вообще-то. Мен қазақша жақсы білем. Қазақтың барлық сөздерін айта алам мен. Барлық әріптерін айта алам. Қаһарман дегенде Су беріңдер. Аузың көпіріп жатыр ма? Айсұлудың суы. Еще раз хочу сказать. Это вранье. Это вранье. Никогда не было казах. Ни народа, ни культуры, ни музыки. Одна палка, две струны. Гора, добра. Ой, Жириновский. Подлец, подонок, придурок. Понял ли? Смотри на меня. Болды, демалма. Кішкене қас. Не істедің батырым? Омыртқасын жұлып алдым. Өзіне сол керек. Енді айқайлап көріңіз, жаңағы сөздердің бәрін айтып көріңіз, қатты айқайлап. Никогда. Айтамайсыз ба? Дем жетпей қала ма, қысып қала ма артыңыз? Үзіліп кететін сияқты ма? Сана екі омыртқаның арасында бір омыртқа жоқ қой сізде. Қатты айқайлауға болмайды сізде. Ашулануға болмайды, ашуланып ызалануға болмайды, қатты демалуға болмайды. Сабыр сақтаңыз сіз енді. Таңертең міндетті түрде тамақтың алдында бір рет, екі рет, түсте екі рет, тамақтан кейін екі рет. Қазақтар ең мықты деп айтып жүріңіз, жазылып кетесіз. Осы дәрін ішіп жүріңіз. Ол, айтты. Енді қол аяғын байлап, иттерге тастаңдар. Жоқ, жеп қоймай ма? Біздің иттер шошқа жемейді. Жоқ, оны айтпаймын, мынау жеп қоймай ма? Онда апармаңдар. Көрсетіңдер қазақтың қандай екен. Дұрыс айтасыз. Көрсін, білсін, қазақта бір сөз бар. Таспен ұрғанды аспен ұр деген. Бір жамбаспен ұрса қойсайын. Көрсетіңдер қонақжай. Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан қайыр Атырап. Ертіс пен Еділдің, Арқа мен Алатаудың арасы қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгер әкей, кімде-кім осынау қасиетті жерімізге көз алартып шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтыратынымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз. Өйткені біз қазақпыз!